Сәлем достар, Фальто Саворд анасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз туған емес отбасының екінші бөлім шығаратын боламыз. Сіздер бұны қатты күттіңіздер. Енді сіздерге айтып кетейін болсам, мен жұма күні алдыңғы жұма күні сіздерге айтқан болатынмын, сериал шығарамын деп. Кешіріңіздер, шығарамай қалдым. Енді осы аптаның жұма күні сіздерге новый сериал шығаратын боламын. Ендеше кешірім сұраймын, приятного просмотра. И достар, тағы айтады кететінім, мен сіздерді қатты жақсы көремін. Менің активімді көтеріп жатырсыздар деген ойдамын. Сіздерге енді көре беріңіздер. Ал мен ауыстырып жатқан жоқпын. Бұл түсіндіріп шатасып кетпес үшін, бұл 3 баласына арнаған үйі, яғни болашақта 2 қызына, 1 ұлына, то есть арнаған үйі, болашақта осы жерде тұрады. Так, балдар, қыздар, сендерге арнаған үйім ұнады деген ойдамын. Енді бірінші келулеріңмен осы жерге шашпек пісіріп отырайық. Оңашыда. Иә, сөзіңізге келсем. Иә. Онда біз заттарды дайындай берейік, кешке жақын отырайық, көңіл көтерейік. Иә. Онда барып өз жұмыстарыңды жасай беріңдер. Мен құрбым Салимаға барып, бірге әңгіме айтып қайтамын, шай ішіп. Жарайды, анашым, бара беріңіз. Иә. Сіз келгенше бәрін дайындап қоямыз. Иә. Келмей жатып үйіміз тұнап жатыр. Бірақ ішім пысып кетті, не істесем болады. Так. Бұл емес. Тоқташ. Алдында анама айтқан сияқты еді қой. Анашым, неге біз ағам екеуміздің арамыз 3 аяқ деп. Анашымнан соны сұрауым керек. Әлі айтқан жоқ. Так, кірлерді жайып болдым. Аға, әпке, не істеп отырсыздар? Біз ойластырып отырық. Дастарханды үйге істесек пе екен, далаға ма? Оның не ойланатыны бар? Үйге емес, далаға істеген күшті шығар. Кешке салқынмен отырамыз. Иә, сенікі жөн. Онда мен аға, сіз барып, осы білмеймін, өздеріңіз біліңіздер, бірақ мен анамнан бір нәрсе сұрауым керек. Не сұрайсың? Маңызды емес, жай. Анашым келді. О, қалайсың, анашым? Жақсы. Дастарханды деметіп қойыпсыңдар. Иә, рахмет. Так, неден бастасақ екен? Білеспе, туын біріншіме айтайынды. Айтшал. Негіз біз Сәлем әпшенің үйінен ерте емес, кеш келеді деп ойлап тосын жер жасайын дегенбіз. Иә, анашым. Осылайша бізде жақсы отбасылы күн өтті. Әкесі, әжесі, атасы қайда десеңіздер, ол бірінші үйді білесіздер, бірінші серияны көріп кеттіңіздер. Сол жерде тұрып жатыр. Бұл болашақ үйі дегендей, анасы бүгін таныстыруға келді, ал ертең анасы кетеді. Сол себепті үшеуі бұл жерде тұрады. Мынау кім? Я, кім анашым? Анашым, бұл кім? Кімсің? Той. Танымай қалдың ба? Мен ғой Салима. Ой, әшейін айтып жатырмын. Салима, кел отыр. Орныға келсеңдерші бар, тұрыңдар. Ой, бұл да бір жер. Ой. Тұрыңдар. Бала, тұр. Сонда да біздің отбасылық кешіміз қызық болып жатыр. Бетуымды жуайын, бұл сабаққа бару керек. Тоқташ. Бұл кім? Бұл кім вообще-то? Той. Таңғалып тұрмын, бұл кім екен? Қызым, неге жатпай жүрсің? Işte anlaşım.
Онда тезірек жат. Той, анау кісі дөраны ұқсайды ғой. Егізі сияқты. Но бірақ неге ол маған көрінді? Түсім шығар. Ұйықтай салайыншы. Жәния қызым болса іштесіз бізге көмек берші. Қазір анашым. Ту, анашым қалай? Мына көйлек жарасты ма маған? Не болып қалды анашым? Шынымен жарасып тұр ғой? Иә, жарасып тұр. Күшті болып кетіпсің қызым. Бір адамға ұқсадың. Кімге? Ешкімге. Мына көйлек жатыр екен, тауып ала салдым. Маған күшті жарасып тұрған екен, киіп ала салдым. Иә, кие бер. Ешкімді киме сал. Саған арнап алып қойғанбыз. Рахмет. Так, мен бір дайындыққа баруым керек. Қақа? Дайындыққа? Бара бер. Оғым бар, шындықты айтсам бекен, айтпасам бекен. Бұны тек әстем екеуміз ғана білеміз ғой. Және ата-әжем Нұрлан біледі. Естесем бекен. Сағат 8 болды. Таң аттым. Естесем бекен. Жарайды, ладно, ұйықтайыншы. Той. Мери. Кім? Неге таң қалып тұрсың? Неге мен қызыма бар шындықты айтпайсың? Тезірек айт, барлығы ұйықтап жатыр. Ертең азанда тұр, тезірек айт. Менің тірі екенімді ешкім білмеуі керек. Сен Гүлназ, тірісің бе? Иә. Той, сені сағынды ғой, қызың. Сені білмеймін. Балаң күйеуіңнің арасы жай сөйтіп айта береді ғой. Ешқандай жауап берме. Жай дей сал. Жарайды. Бара бер. Түсім екен ғой. Ұйықтай берейін. Сәлем достар, осымен біздің серия соңында жетіп қалды. Видео басталмастан бұрын сіздерге бір нәрсе айтқан болатынмын. Сол шартымды орындап кетіңіздер. Сосын сіздер көресіздер. Видеоны неге комментарий жазбайсыздар, лайк баспайсыздар. Давайте бас кетеміз, лайк. Мен сіздерді жақсы көремін. Үшінші серияны қалайсыздар ма? Онда обязательно лайк, комментария және подписка етеміз. Пока-пока.